ЛГБТ-ға қарсы көзқарасыңызды білеміз ғой, заң қабылданды. Енді қазір әлеуметтік желіде сіздің қызыңыз модельер екен, соның жаңағы көрсеткен образдарына қатысты әртүрлі пікір жүріп жатыр. Ол жердегі модельдер көйлек киіп алған, яғни жаңбыршының өзі мен қызының көзқарасы бір-біріне қайшы деген пікір айтылып жатыр. Осыған байланысты не айтасыз? Мен ойлаймын, бұл манипуляция, әдейі сол коллекцияның ішінен кейбір жаңағы көрсетілімдерді жұлып алып, бағытты басқа жаққа бұрып, менің өзіме отбасыма тиісу бағытында істеп жатқан бұл жаңағы ақпарат шабуыл деп есептеймін. Жалпы Луиза Буржуаның бұл өмірі мен тағдырына арналған коллекция болатын. Ол әлемге белгілі скульптор, живописпен айналысқан, жазушы, Америкада тұрған, бірақ кезінде өзі негізі француз. Сол азаматшаның өмірі, тағдыры бала кезінде, жас кезінде өте қиын болған, бірақ Роберт Голдуэртерге тұрмысқа шығып, ол да белгілі сондай жаңағы живопис жағында адам, Америкаға көшіп кетіп, өзінің сол творчествосын дамытқан адам. Ол енді өзінің саласында, өзінің жанрларымен белгілі адам, әлемге белгілі адам. Енді біздің қызымыз сол салада жұмыс жасағаннан кейін, жалпы коллекциясын көрсеткен кезде, олар концепция іздейді, бір философиялық мәліметті көрсеткісі келеді. Сондықтан олар сол Луиз Буржуаның өміріне арналған коллекция болатын. Ол негізінен 20 шақты киімнен тұрады. Сондықтан ол мәселені түсіну үшін жалпы концепцияны түсіну керек, маман болу керек. Оның нені көрсеткісі келеді, нені істегісі келетінін біліп барып баға беру керек деп ойлаймын. Яғни ЛГБТ-ны насихаттау ешқандай қажеті жоқ. Енді ана жерде ЛГБТ балдар дейді, сондай ол тексеріп па, оны біле ма, ол былайша айтқан уақытта манипуляциямен жаңағы түсініктерді өзгерту дейді ғой. Әдейі істеп жатқан ақпараттық шабуыл. Сондықтан бұл өзінің творчестволық көзқарасы, өзінің философиясы, өзінің көрсетілімі арқылы сол жаңағы белгілі сол жанрдағы адамның өмірін көрсеткісі келді. Яғни ол жерде әртүрлі образдар берілуі мүмкін, әртүрлі жаңа киімдер жасалуы мүмкін. Бірақ оны түсіну үшін мен ойлаймын, сол мәдениеттен хабар болу адам болу керек. Ал енді оның ішіне жұлып алып, андай заттарды жазу, бұл өте этикаға да жатпайды, басқа дүниеге жатпайды деп ойлаймын, ол дұрыс емес. Иттерге қатысты, ЛГБТ қатысты заң жобаларына байланысты жасалып отырған ақпараттық шабуыл деп есептейсіз бе? Иә, себебі сол жазылып жатқан пікірлердің ішінде ЛГБТ-ны араластырған. Яғни мен ойлаймын, кейде осы зоо қорғаушы болып жүрген белсенділер мен ЛГБТ өкілдерінің артында бір күш тұрған жоқ па, солардың басын біріктіріп отырған. Сондай да болуы мүмкін. Сондықтан